Құран кәрімнің ерекшеліктері. Ең соңғы және ұлы пайғамбар Хазіреті Мұхаммедке саллаллаху алейхи уассалам Аллах тарапынан жіберілген Құран кәрім мұсылмандардың қасиетті және киелі кітабы. Құран кәрімді басқа илахи кітаптардан артық ететін көптеген ерекшеліктері бар. Басты ерекшеліктері: Құран кәрім пайғамбарымызға түсірілген күйінде ешқандай өзгеріске ұшырамастан бізге дейін жеткен және осылайша қияметке дейін өзгерместен жалғаспақ. Басқа қасиетті кітаптардың кейбіреулері түбегейлі жоғалып кеткен, кейбіреулері бұрмалаушылық пен өзгерістерге ұшырап, ешбірі Алладан жіберілген халін сақтай алмаған. Алла тағала Құран кәрімді қорғайтындығын мына аят арқылы кепілдік береді. Расында, Құранды біз түсірдік, ендеше оның қорғаушысы да күмәнсіз біз боламыз. Құран кәрім бірден кітап халіне емес, уақыт пен оқиғаларға байланысты аяттар және сүрелер түрінде бөлек-бөлек болып түскен. Осылайша, ол оңай жатталып, жеңіл түсінілуін қамтамасыз еткен. Құран кәрім соңғы илахи кітап, одан кейін басқа кітап келмейді. Құранның үкімдері қияметке дейін күшін жоймайды, еш өзгермейді. Ал алдыңғы кітаптар болса, белгілі бір уақыт үшін ғана түсірілген.